Hello guys, ағылшын тілін нөлден бастап үйренудің 16-шы сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол past simple. Past simple дегеніміз өткен шақ. Біз оны өткен шақта аяқталған іс-әрекеттерді айту үшін қолданамыз. Енді past simple'дың бізде 3 түрі бар. Бірінші түрі ол to be in the past, то есть өткен шақтағы to be. To be дегеніміз не? To be ол бізде көмекші етістік, иә? Оларды біз іс-әрекеті жоқ, яғни етістігі жоқ сөйлемдерге қолданамыз. Сол үшін ол көмекші етістік. Present simple'дың to be бізде am, is және де are кәдімгі осы шақта қолданамыз. Мысалы, I am a teacher. Мен мұғаліммін. Қазіргі нәрсе, иә? Енді past simple'дың to be ол бізде was and were. Мысалға, I was a teacher. Мен мұғалім болғанмын. Past simple'дың to be'ін қолданатын болсақ, ол уже өткен шақ. I was a teacher, мен мұғалім болғанмын. Яғни қазір мен мұғалім емеспін. Ал present simple'дағы to be қазіргі шаққа айтып жатырмыз, иә? I am a teacher, мен мұғаліммін. Қазіргі уақытта. Окей, түсінікті болса, қазір to be'ді тағы бір мысал келтіріп көрейік. Мысалы, I am at home. Мен үйдемін. Қазіргі уақытта. I was at home an hour ago. Мен үйде 1 сағат алдын болғанмын. Яғни бұл өткен шақ. 1 сағат бұрын мен үйде болғанмын. Окей. Енді болымды түрін көрейік. To be'дің болымдыда бізде I, he, she, it-қа жай ғана was to be жалғанады өткен шақтың. You, we, they-ға were жалғанады. Мысал келтіріп көрейік. The cat was hungry. Мысықтың қарны аш болды. Өткен шақта, иә? Тағы бір мысал. She was sick last week. Алдыңғы аптада ол ауырған. Тағы бір мысал. The flowers were beautiful. Гүлдер әдемі болды. Тағы бір мысал. The students were tired yesterday. Кеше оқушылар шаршаған. Окей. Болымсыз түрінде біз жай ғана to be'дан кейін not жалғаймыз. Мысал келтіріп көрейік. The book wasn't interesting. Кітап қызықты болған жоқ. The weather wasn't warm last week. Ауа райы алдыңғы аптада жылы болған жоқ. Тағы, the books weren't new. Кітаптар жаңа болған жоқ. The children weren't at school yesterday. Балалар кеше мектепте болған жоқ. Түсінікті, енді сұраулы сөйлемдер келтіріп көрейік. Сұрақ қойған кезде бізде to be, яғни was, were алдына шығып кетеді subject'тың. Мысалы, was it a good movie? Яғни бұл жақсы фильм болды ма? Yes, it was. Я деген сөз, қысқа жауап. Немесе no, it wasn't. Жоқ. Тағы мысал, was he on time for the meeting? Ол жиналысқа уақытылы келді ма? Жауап, yes, he was. Я. No, he wasn't. Жоқ. Okay. Were they at the party last night? Алдыңғы түні олар вечеринкада болды ма? Болған ба, иә? Yes, they were. Я. Немесе no, they weren't. Жоқ. Окей, ең соңғы мысал. Were the cookies delicious? Печеньелер тәтті болды ма? Yes, they were. Я. Немесе no, they weren't. Жоқ. Окей, guys, сіздерге to be түсінікті болды деген ойдамын. Енді етістік болған кезде қалай болады? Соны қарастырайық. Етістік болған кезде бізде етістіктер екіге бөлінеді. Ол regular verbs және irregular verbs. Regular дегеніміз дұрыс етістіктер. Ағылшын тілінде бізде дұрыс және бұрыс деген етістіктер бар, иә? Екіге бөлінеді. Дұрыс етістіктер өткен шақта жай ғана соңына ed жалғанамыз. Мысалға play ойнау, иә? Played ойнаған өткен шақта. Clean тазалау, cleaned тазалаған. Watch көру, watched көрген. Cook пісіру, cooked пісірген. Study оқу, studied оқыған. Окей, жай ғана ed жалғанады. Енді irregular verbs. Ол бізде дұрыс емес етістіктер, бұрыс етістіктер. Оларға ешқандай жалғау жалғанбайды, олар толығымен өзгереді. Екінші формаға өзгереді, бұларды сіздер жаттау керексіздер. Олар бұдан көп әрине, бұл жақта кішкене ғана мысалын беріп қойдым. Eat жеу, at жеген, drink ішу, drank ішкен, see
көру, saw көрген, go бару, went барған, buy сатып алу, bought сатып алған. Окей, guys, бұларды жаттап алыңыздар. Қазір енді осыларға мысал келтіріп көрейік. Болымды түрде қалай болады? Бірінші бізде subject келеді, және одан кейін етістік, етістік егер дұрыс болса, ed жалғанады, дұрыс емес болса, екінші формаға ауысады. Мысал келтірейік. I played tennis with my friends yesterday. Мен кеше достарыммен бірге теннис ойнадым. Өткен шақта болып тұр, и бұл жерде play деген етістік кеп тұр, дұрыс етістік, және оған жай ғана ed жалғаймыз. I played tennis with my friends yesterday. Мен кеше достарыммен теннис ойнадым. Тағы бір мысал. He cleaned his room this morning. Ол бүгін азанда өзінің бөлмесін жинады, тазалады, Тағы мысал. We watched a movie last night. Алдыңғы түнде біз фильм көрдік. The chef cooked a delicious meal. Аспаз керемет тағам дайындады. The students studied for their exams. Студенттер өздерінің емтихандарына дайындалды, оқыды. I ate a delicious meal last night. Кеше түнде мен керемет тағам жедім. She drank a glass of milk before bed. Ол төсекке барар алдын, ұйықтар алдын, бір стакан сүт ішіп алды. They saw a beautiful sunset at the beach. Олар жағажайда керемет күн батуын тамашалады. He went to the supermarket half an hour ago. Ол жарты сағат бұрын супермаркетке кеткен. I bought a new laptop last month. Алдыңғы айда мен жаңа ноутбук сатып алдым. Окей, егер сіздерге болымды сөйлемдер түсінікті болса, қазір болымсыз сөйлемдерді қарап көрейік. Past simple'да болымсыз сөйлем құрау үшін біз жай ғана didn't дегенді жалғаймыз. Did not, қысқаша біз didn't деп аламыз. Және етістік. Бұл жерде енді regular verbs, irregular verbs, яғни дұрыс етістік болсын, бұрыс етістік болсын, ешқалай өзгермейді. Етістік әрқашан бірінші формада тұрады, өйткені бізде didn't бар. Past simple екені түсінікті, сондықтан етістікті өзгертудің қажеті жоқ мұнда. Мысал келтіріп көрейік. I didn't play football yesterday. Мен кеше футбол ойнаған жоқпын. She didn't finish her homework on time. Ол өзінің үй жұмысын уақытылы біткен жоқ. The kids didn't eat their vegetables. Балалар өздерінің көкөністерін жеген жоқ. They didn't go to the party. Олар вечеринкаға барған жоқ. Түсінікті, Енді сұрақ қойып көрейік. Сұраулы сөйлем жасағанда auxiliary verb did алдына шығып кетеді. Бірінші did, одан кейін subject және одан кейін етістік келеді. Байқағандарыңызда етістік өзгермейді. Неге? Өйткені бізде did бар, өткен шақ екені түсінікті, етістікті өзгертудің қажеті жоқ. Мысал келтірейік. Did you watch a movie yesterday? Сен кеше фильм көрдің ба? Сұрақ didпен келіп тұр, didпен жауап береміз. Yes, I did. Көрдім. No, I didn't. Жоқ, көрген жоқпын. Бұл қысқа жауап. Тағы мысал. Did she play football with her friends? Ол өзінің достарымен футбол ойнады ма? Сұрақ, Yes, she did. Ойнады. No, she didn't. Жоқ, ойнаған жоқ. Did they visit the museum last week? Олар алдыңғы апта музейға барды ма? Сұрақ, Yes, they did. Олар барды. No, they didn't. Жоқ, барған жоқ. Тағы бір мысал. Did the cat sleep all day? Мысық күні бойына ұйықтады ма? Yes, it did. Ұйықтады. No, it didn't. Жоқ, ұйықтаған жоқ. Окей, guys, сіздерге барлығы түсінікті болса, қазір кішігірім практика жасап кетейік. Мұнда бірінші жаттығуда сіздер жақшаның ішіндегі етістіктерді ашып, өткен шаққа қойып шығасыздар.
irregular verbs немесе regular verbs соларға қарай немесе иде жалғайсыз немесе этсті өзгертесіздер. Екінші жаттығуда past simple'дың to be'ін қойып шығасыздар. Ол бізде was және were, иә? То есть қай кезде was болады, қай кезде were болады, соған қарап қойып шығасыздар. Қазір видеоны пауза қойып осыны істеңіздер және содан кейін біз жауабын тексереміз. Окей, guys, деп болды деген ойдамын. Қазір жауаптарын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар, ал бізде бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.